осы 66-шы ұғымда сіздің менің жұмыстас подругам Анара деген медицинский работник сол оқып кетті. Ол анасы үшін келді осы жерге. Анасы деген постоперация, сол анамды қалай да жазып алсам деп. Соны оқып келгеннен кейін маған айтқан сөзі: Амина, білесің бе, мен осыны бір 2 жыл бұрын оқысам, или хотя бы 1 жыл бұрын оқысам, мен анамды пышаққа түсірмес едім деп. Сондықтан оны қалай екен деп қарап, күн сайын қараймын. Содан жұмыс баяғы жайындағылар кішкене тынышталса, осы себепті армандадым, қашан келсем екен деп. Осы майда барам, оқиын, сол арманыма жеттім. Действительно, адам өзі санасы ойлап армандаса, сол арманға жеткен екен. Арманым бұл қызымды бірге алып келіп оқытуға. Себебі қызым, мен өзім Оралданмын, қызым Астанада. Болашақ әрбір ата-ана өзінің баласының бақытты болғанын, дені сау болғанын қалайды. Сондықтан сол екі балам мен қызымның дені саулығы үшін, жанұямның дені саулығы үшін айналам. Кеше өзіңіздеріңіз көрдіңіздер, мына жерде менің мамам ерте кетті, 56 жасында. Мына жерде кеше енем келді. Ол да менің екінші мамам ғой. Мен ене деп айтпаймын, қазір айтып тұрмын. Барлығы айтады, мама деп айтасың, өзің мамамда деп. Себебі ол маған керемет ол сыйлады. Олдан ұрпақ керемет шаңырақ құрып отыр. Осындай керемет қызды ол көрінді. Сол ұрпақтардың барлығы жақсы болсын, дені сау болсын деп тілеймін. Алдыма қойған мақсатты орындадым. Енді мақсатым міне қызымды алып келу еді. Ол қызымды бірінші күні жаңағы бәріңіз көрдіңдер ғой. Неге барам, это мне нужно деп. Енді бұларды білім бердік, оқыттық. Енді білімі артып, бұлар жастар деген ары қарай іздей береді ғой. Аллаға мыңда бір шүкір санасын берген балаларыма. Сосын айтам, қызым тыңда дейін, екінші күнде айтты. Ой, мам, зачем мне? Мен айтам, жоқ қызым. Үшінші күн айтады, мне понравилось уже, я уже все поняла деп. Қазір ол өте қуанышты. Үлкен рахмет айтам, бүкіл қазақты осы жерге шақырам. Бүкіл ұрпағымыз, балаларымыз, жаңағы өсіп келатырған келіндеріміз келу керек, ұрпақ жалғастырып жатырған. Енді ойлап отырмын, кішкене ыңғайлап нетіп келінімді жіберем. 3 немерем бар. Обязательно менің айтқаным емес, келінім өз құлағымен тыңдап, өз көзімен көру керек. Кеше келінім айтып жатырмын, абысыным кенже келініме. 2 немересі бар. Сұрап жатыр, осы недавно аяғын сындырып алып немересі. Соған айтып жатырмын, сен оқып келуің керексің деп. Қуанып кеттім. Амина апа, біліңізші, қай уақытта орын бос, жұмысыма ыңғайына қарап, мен обязательно оқуым керек дейді. Ол керемет емес пе? Вообще жұмыста отырғанда аутизм балаларымен аналар келетін ана. Соның барлығына Тұрсынгүл ханымның осы несін берем, телефонын берем. Қараңызшы, оңызшы, бала бәрсіз жазылап барыңызшы. Ол тек қана сізге емес, бүкіл ұрпағыңызға керек деп. Жаңа недавно осы подружкамда қатты ауырды, мұрны қанады, қайта. Соны тыңдап отырып, кеше Садақтың неден мұрны қанады оның, давлениесі неге түспей тұр, мен түсінемін. Кеше соған жазып жүрдім. Ол да Алла тағала енді бұйырса келет реттеліп жатыр. Жұмысы, жаңа қайнағасқа реттеліп жатыр, адамның жағдаймен келмей жатыр. Сондықтан барынша қазақ халқына айтатыным, жаңағы өздерің ұрпақтарың саналы, даналы болып тусын, дені саулығы мықты болсын десеңіз, осы жерге келуіңіз керек. 500 мың деген ол ақша емес. Ол деген ең бұл жерден сендер ең мықты, жаңа саналы білім аласыздар. Ол ақшаға тұтылмайтын. Бұны деген айтып жатыр ғой, Тұрсынгүл ханым жырақ айтып қояды ғой, келесіде менің несін көбейтем деп. Ол көбейтсе де соған стоит, я думаю. Сізге мыңда бір рахмет. Мына жерде жүрген басты қыздарға мыңда бір рахмет. Алла тағалам сендерді тек қана назарында ұстап жүрсін, күш қуат берсін, бәріңізға мықты деңгейлеріңіз өсе берсін. Тек Алла тағалам кісілерден тек жақсылық ала беріңіздер. Рахмет.